Бірінші сабақ. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қояйық. Сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Видеоны тоқтатып тұрып, немесе қайтадан көріп, дәптерлеріңе жазбасаңдар болады. Бастауыш. Мәтінді түсініп оқы. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Ол үшін алдымен керегелер шеңберлене көтеріледі. Бір-біріне таңғышпен біріктіріліп байланады. Одан кейін есік орнатылады. Керілген керегені айнала басқұр тартылады. Бұдан соң үйдің тура ортасында тұрған қолында бақаны бар қарулы жігіттер шаңырақты жоғары көтереді. Көтерілген шаңыраққа айнала уық шаншылып, оның екінші басы керегеге айналады. Байланады. Оған киіз жабылып, үстін арқанмен бастыра тартып байланғанда ғана киіз үй тігіліп болды деп есептеледі. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Киіз үй қалай тігіледі? Киіз үйдің тігілу ережесі қандай? Шаңырақ киіз үйдің қай жерінде тұрады? Мәтіннен өзің бұрын естімеген жаңа сөздерді тап. Мен бұрын естімеген жаңа сөздер кереге. Мен үшін кереге сөзі жаңа сөз болды. Тапқан сөздеріңнің мағынасын сөздіктен біліп ал. Кереге ол киіз үйдің бір бөлшегі болып есептеледі. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Олар сөйлемнің қай мүшесіне қатысты? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздер тігіледі, байланады, орнатылады, тартылады, көтеріледі және байланады. Бұл сөздер сөйлемнің іс-қимылын білдіріп тұр, яғни бұл сөйлем сөзде баяндауыш қызметін атқарып тұр. Бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш деп атайды. Баяндаушқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Дана оқыды, найзағай жарқылдады, Асан оқып отыр. 10-шы тапсырма сөйлемдерді көркем жаз. Киіз үй тегіс жерге тігіледі, кереге басқұрмен тартылады, шаңыраққа оқ шаншылады. Баяндауыштарды тауып, астын сыз. Бұл сөздердің сөйлемнің қай мүшесіне қатысты екенін сызып көрсет. Бұл сөздегі баяндауыш тігіледі, тартылады және шаншылады. 11-ші тапсырма берілген сөздерге қатысты қимылды білдіретін сөздерді тауып айт. Оқушы оқиды, оқушы жазады, оқушы келеді, оқушы барады. Су ағады, су құйылады, су төгіледі. Бұл сөздер сөйлемде қандай мүше болып тұр? Бұл сөздер сөйлемде баяндауыш болып тұр. 12-ші тапсырма құрамында Б және Л дыбыстары бар сөздер құрастырып айт. Балық, балшық, балақай. Сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Бастауыштың астын бір, баяндауыштың астын екі сызықпен сыз. Әкем балық аулады. Балық бастауыш, аулады баяндауыш. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып сұрауларыңа болады. Және каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпайық.